Балалар, сабағымызды шаттық шеңберден бастайық. Кәне бәріміз бірге. Арайланып таратып, алтын сәуле таратып, жайнайды даламыз, жайнайды даламыз. Қайырлы таң, қайырлы түн, сәлемет сізге. Жарайсыздар балалар, енді орныңызға отырайық. Балалар, бүгін бізде құрастыру сабағы. Құрастыру сабағында біз сендермен көліктер жайында әңгімелесеміз және де көлікті құрастырамыз өз қолымызбен. Балалар, ал енді кәне көлік жайында айтып өтейік, теледидарға назар аударайық. Қараңдаршы балалар, не көріп тұрмыз біз? Так, кәне, қандай көліктерді біз көріп тұрмыз? Мынау не? Зымыран, кеме, қайық, жеңіл көлік, тікұшақ, әуе шары, ұшақ. Мынау қандай көлік? Жүк көлігі, балалар? Кәне қаттырақ, жүк көлігі мынау? Темір жол көлігі, пойыз. Жарайсыздар балалар, жақсы. Ал енді балалар, кәне кім айтады маған? Қандай көлік түрлері бар? Суда жүзетін. Тамаша, суда жүзетін көліктер бар, Аспанда әуе көліктер, аспанда олар ұшады. Тағы да? темір жолда жүретін. Кәне, барлығымыз жұмыс жасаймыз. Темір жол көліктері жер астында оларда жүреді, және де жерде жүретін көліктер. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Жақсы. Балалар, ал қандай көлік, қалай деп ойлайсыңдар? Бұл жүк көлігі. Ал жүк көлігі не үшін қажет, балалар? Ауыр заттар тасу үшін. Тамаша, ауыр затты жүктерді тасиды, Қандай жүктерді ол тасиды? Қандай жүктерді ол тасиды? Көмір, тағы да? Қандай тағы да? Жануарларды да тасиды. Тағы да? Тас, Тағы да? Ұмытып қалдыңдар ма? Құм, әрине, тағы да? Ауыр, тағы да көптеген заттарды тасиды, Жарайсыңдар балалар. Балалар, кәне, мынау көлікте қандай бөлшектер бар? Кәне қарайықшы. Қандай бөлшектер бар? Дөңгелектер. Неше дөңгелек бар бұл көлікте, балалар? 6 дөңгелек. Неліктен 6 сендер дейсіңдер? Себебі ол ауыр заттар тасиды. Себебі ол ауыр заттарды тасиды. Оның алдында 2 дөңгелегі бар. Ортасында және де артында 2 дөңгелегі, Жарайсыңдар. Ал қандай тағы да бөлшектерді көріп тұрсыңдар? Кабина және жүк таситын бөлшегі, Оны орысша кузов дейді. Кәне қайталайық. Кузов. Зат таситын бөлшек. Дөңгелек. Колесо. Жарайсыңдар. Кабина. Кабинада кім отырады, балалар? Адам, Балалар, ал осы көліктерді жүргізетін маман иесін қалай деп атайды? Жоқ. Кім жүргізеді көлікті? Адамды қалай
көліктерді құрастыратын маман иесі қалай аталатынын білесіңдер ме? Қалай ол аталады? Конструктор дейді, иә. Балалар, осы конструкторлар, олар жаңадан көліктер үлгілерін жасайды. Балалар, ал сендер бүгін конструктор болғылары келе ме? Жақсы. Олай болса, бүгін біз сендермен жүк көлігін құрастырамыз, иә балалар? Міне қараңдар, бұл да қандай көлік? Жүк көлігі. Ал балалар, енді тақтаға назар аударайық. Мынау тақтада біз не көріп тұрмыз? Не көріп тұрмыз, балалар? Көлік түрлері, иә? Кәне, балалар, қандай көлік түрлері бар екен? Кәне, кім көрсетеді маған темір жолда жүретін көлікті? Кәне, айланы. Қалай деп аталады ол? Да, жүретін қандай көлік бұл? Поезд. Дұрыс айтасың. Жақсы. Ал тағы да қандай көлікті көріп тұрмыз? Мансұр, кәне, келесі көлік қандай ол? Келесі көлік қандай ол? Жеңіл машине. Иә, жеңіл машине. Оның түсі қандай? Қара түсті екен. Жарайсың, отыра қой. Келесі көлік, кәне, асыл. Қандай келесі көлік? Жүк көлігі, жарайсың. Біз жаңа жүк көлігі жайында көп айттық, иә? Жүк көлігі келесі балалар. Қандай көлік келесі? Мере, кәне, келе ғой. Мынау қандай көлік? Ұшақ, иә? Тікұшақ. Ол қайда ұшады, тікұшақтар? Аспанда ұшады. Жарайсың, отыра қой. Және де мынау қандай көлік келесі? Кәне, Алинур? Кеме, дұрыс. Қайда жүреді бұл кеме? Қайда жүреді? Қайда жүзеді ол? Суда. Әрине, суда жүзеді. Міне, балалар, біз барлық көліктерді атап өттік, иә? Әуеде, ұшатын көліктерді әуеде, және де жер астында, темір жолда жүретін, жолдың үстінде, және де суда жүзетін кемелерді, иә? Олардың барлық түрлерін атап өттік. Жарайсыңдар, балалар, жақсы. Кәне, орнымыздан тұрайық, балалар. Кішкене денемізді шынықтырып алайық. Терезені Ашайық, таза ауа кірсін деп, жанды буды жасайық, дене мықты болсын деп. Тамаша, жарайсыңдар. Кәне, орнымызға отырайық. Балалар, бүгінгі құрастыру сабағында біз сендермен жүк көлігін құрастырамыз, иә? Сендердің алдарында міне мынандай қорапшалар. Бұл қорапшадан жүк көлігін құрастыруға болады. Қараңдаршы, балалар. Міне. Мен сіріңке қорапшасын екі бөлігін, иә, алып, мынадай жүк көлікті құрастырдым. Онда қандай бөлшектері бар? Кабинасы бар. Дөңгелектері бар, және жүк салатын ауыр заттар салатын бөлшектер. Жарайсың. Енді қазір сендер осы алдарындағы заттардан жүк көлігін жасайсыңдар, иә? Қауіпсіздік ережесін сендер барлықтарын білесіңдер, иә? Оны сақтауды ұмытып кетпеңдер. Ал енді орындықтарды түзу қояйық та.
жұмысымызды бастайық. Ал, жақсы, кәй аламыз. Кімге, балалар, қиын болса, келіп, мынау көлікті, мен жасаған көлікті көруге болады. Немесе сұрауға болады, мен көрсетемін. Біріншіден біз не істейміз? Әдемілеп оны жапсырып алайық, иә? Мынау қорапшасын біріншіден жапсырып алайық, әдемілеп. Біздің көлігіміз әдемі болу үшін оны жапсырып аламыз. Сонан соң келесі бөлшегін, оны ауыр заттарды тасымалдайтын бөлшегін жапсырамыз. Және де оның дөңгелектерін. Жарайсыңдар. Бірінші мынаны жапсырып алайық. Я әдемілеп, міне мынау қағаздармен. Бірінші жапсырып алайық. Әлинұр, мынаны әдемілеп жапсырып алайық. Ал сосын ғана ауыр зат салатын бөлшекті жапсырамыз. Бірінші мынаны жапсырып алайық. Келесі жағында жапсырыңдар. Екінші жағында жапсырыңдар. Жарайсыңдар. Жақсы. Енді дөңгелектерін бірінші жапсырып алыңдар, сосын ғана кабинасын қалған бөлшекке жапсырасыңдар. Мынаны кішкене қатты былай ұстай тұру керек, ол жабысу үшін. Балалар, жабысу үшін желім. Кішкене оны ұстай тұрайық. Көбірек жағында желімді былай кішкене ұстай тұрайық. Жабысын, так, ұстай тұрсын. Дөңгелектерін жапсыруға болады. Дөңгелектерін жапсыруға болады. Мынаны неге жапсырамын? Екінші жағын. Көбірек жап. Көбірек жап, желімді. Желімді балалар көбірек жаған, ұстауын үшін, е? Қайда жағын? Мен жерге жағын. Сен дөңгелектен жапсыра бересің бе? Жапсыра ғой. Бәрі? Мынаны қаттырақ ұстап. Сосын көбірек жапсыра.
Жарайсың, Мансұр. Мадияр жұмысын болды. Аяқтап жүр. Жарайсың, Мадияр. Жақсы. Мансұр, жақсырақ ғой. Кішкене ауыр болып кетті мына жерде. Тапсыра керек. Айланы да жұмысқа аяқтады. Жақсы, дұрыстап. Көбірек тілей жақсы, желімді көбірек жап. Кәне? Енді мынаны жапсың. Өлшейді. Жұмысымызды балалар аяқтаймыз. Кім болған жоқ әлі? Асыл жасады. Жарайсың. Неге ғана қалды? Қалғандары, жұмыстары жасады. Ал, балалар, енді кәне болдық па? Жұмысымызды аяқтадық па? Жоқ. Кәне. Алинор. Көбірек желім жақсы. Онда салынады ол. Жақсы. Көбірек, Алинор көбірек желімді жақса, сонда жабысады желім қағазға. Жарайсыңдар балалар, енді кәне сүлгіні алып, қолымызды сүртейік. Сүлгіні алып, қолымызды сүртеміз, желімді жауып қоямыз. Сүрттіңдер ма балалар? Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Міне біз бүгін құрастыру сабағында сендермен не жасадық балалар? Не жасадық?
Енді сендер білесіңдер қандай бөлшектерден жүк көлігі тұратынын, иә? Жарайсыңдар балалар. Балалар, мен сендерге қазір бөлшектер дүкені атты дидактикалық ойынды ойнауды ұсынамын. Ойнағыларың келе ме? Иә. Олай болса, кәне орнымыздан тұрайық. Кәне. Жарайсыңдар. Балалар, енді қарайық. Мынау сендерде балалар, жүк көлігінің бөлшектері, иә? Осы бөлшектерді сендер дүкеннен алып, жүк көлігін құрастыру керексіңдер. Түсінікті ма тапсырма? Иә. Ал сендерге балалар, бұл дүкенде жеңіл көлік бөлшектері. Бұл бөлшектерден сендер жеңіл көлігін құрастыру керексіңдер. Түсінікті ма? Иә. Ал жұмысымызды бастайық, кәне. Бұлай үстелдің үстіне қоямыз. Жарайсыңдар. Бұл не балалар? Тамаша. Не ол? Мынау не бізде? Руль, иә? Балалар, ал енді жүк көлігі қандай? Бөлшектерден тұрады, кәне? Дөңгелек. Кабина. Ауыр зат салатын бөлшек. Орысша біз оны қалай айтамыз? Кузов дейміз, иә? Және де дөңгелектер. Жүк көлігінде мұнда неше дөңгелек? 2 дөңгелек, бірақ онда 4 болу керек, иә? Екінші жағында да. Так, ал сендер не құрастырыңдар? Жеңіл машина. Жеңіл машинені. Жеңіл машина қандай түсті балалар? Қызыл. Қандай бөлшектерден тұрады жеңіл машина? Дөңгелек. Есіктер. Терезелері және кабинасы. Жарайсыңдар балалар. Сендерге ұнады ма бөлшектер дүкені? Иә. Жақсы. Енді орнымызға оралайық. Орнымызға оралайық, отырайық. Алинот, қарайық. Балалар, міне бүгінгі құрастыру сабағымыз біздің аяқталды. Сендерге осы бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә. Ұнады. Ал олай болса, біз егерде ұнаса, кәне біз қолымызды бұлай көрсетеміз. Ал егерде ұнамаса, бұлай көрсетеміз. Кәне балалар? Жарайсыңдар, тамаша. Рахмет сендерге.